Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, assalatu wassalamu ala rasulina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Мұсылман адамның жүрегіндегі мың сан сезімдердің арасында бәрінен оқшау, бәрінен жоғары тұратыны жаратушы иемізге деген махаббат болуға тиіс. Аллаға деген махаббат болмаса, адамдар арасындағы сүйіспеншілік те мардымды болмайды. Бүкіл махаббат атаулының қайнар көзі, мөлдір бастауы адамдарды жоқтан бар еткен, адам бейнесінде жаратқан, ақыл ес берген, рызық несібе, бала шаға, мал мүлік нәсіп еткен Алла тағалаға деген махаббат болу керек. Ал ата-анаға, перзенттерге, туған жерге, отанға деген өзге де сүйіспеншілік түрлері осы Аллаға деген махаббаттан туындап жатса, онда мұның бәрі ақыретте жеміс беретін сауапты жақсы көруге айналады. Алланы жақсы көру ең алдымен оны қаншалықты танып, қаншалықты терең иман келтіргенімізге байланысты. Алла Тағаланың сипаттары мен көркем есімдерін қаншалықты терең танысақ, Аллаға деген махаббатымыз да соншалық жоғары болмақ. Мәселен, ұлы Алланың шексіз мейірімі, аса кешірімділігі, әрбір құпия және жария жасаған ісімізді үнемі бақылап тұратындығы, айыптарымызды жасырып тұратыны, жер бетіндегі барша жаратылысқа әр сәт сайын рызық несібе бұйырып тұрған жомарттығы, әрбір затты теңдессіз үйлесіммен жаратушылығы, құдіреттілігі әр мұсылманның санасында үнемі тұруға тиіс. Жер бетіндегі бүкіл жақсылық Алладан екендігін терең түйсіну де Аллаға деген махаббатты күшейтеді. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадис шәріптерінің бірінде намаз менің көз нұрым. Алла Тағала аш адамды тамаққа, шөлдегенді суға антықтырып қойған секілді маған намазды сүйдіріп қойды. Алайда су ішкен адам суға, аш жеген адам асқа тояды. Ал мен намазға еш уақытта тоймаймын деген. Құлдың жаратушысына ең жақын болатын жері маңдайдың сәждеге тиген жері деген ақиқаттың да бір сыры осында. Алла елшісі де саллаллаху алейхи уассалам намаз оқығанда Алла Тағалаға барынша жақындайтын болғандықтан еш уақытта намазға тоймаймын деп отыр. Ендеше оның Аллаға деген махаббаты да өзгелерден әлде қайда артық екендігі даусыз. Кешегі Абай хакімнің өзі махаббатпен жаратқан адамзатты, сен де сүй ол Алланы жанынан тәтті. Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп, және хақ жол осы деп, әділетті деп, өз халқын осы ұлы сезімге шақыруы тегін емес. Алланы шынайы сүйген адам барша жаратылысқа да мейіріммен, жанашырлықпен қарайтын болады. Алла Тағаламның жаратқаны ғой деп, оларға да махаббатпен қарайтын болады. Жаратылыс жайлы терең ойланудың өзі Аллаға деген махаббатты ұлғайтады. Сондай-ақ имам Зайнел Абидиннің мына бір дұғасына назар аударайықшы. Ол: "Уа Алла Тағалам, саған деген махаббаттың дәмін бір татқан адам басқа нәрсені қалай сұрайды? Өзіңе жақындықты бір сезген жан сенен қалайша ажырасын?" деп ағынан жарыла дұға еткен. Тағы бірде: "Уа Раббым, саған деген махаббатты және сені шын сүйетіндердің махаббатын нәсіп ете көр" деп жалбарынған. Сондай-ақ имам Садықтың адам жүрегі Алланың өзіне ғана тән орын, сондықтан оған Алладан өзгені орнықтырма деген бар. Ендеше мұсылман адам үшін Аллаға деген махаббаттан артық сезім болуы мүмкін емес. Аллаға деген махаббаты бар адамның бүкіл тіршілігі де жанданып, екі дүниенің бақытына кенеледі. Әрбір ісі берекелі болады. Тағы бір ескере кетерлік мәселе, бүгінде мен мұсылманмын демейтін қазақ кемде кем. Бәрі де мұсылманбыз дейді. Алайда сол мұсылмандық
көбінесе тек тілдің ұшында ғана қалып қоятын сияқты. Себебі шын мұсылмандық адамның сенімінен, өмірінен, күнделікті іс әрекетінен, мінезінен, әдет дағдыларынан көрінуге тиіс. Бірақ кейде жас пен кәрінің, еркек пен әйелдің жүріс-тұрысынан, сөзінен, киім киісінен Аллаға деген махаббаттың белгілерін таппай қынжыламыз. Мұның бәрі ең алдымен Алланы дұрыстап танымаудан келіп туындайды. Қазір Алла Тағаланы өзі мініп жүрген көлігінің маркасын танитындай деңгейде танымайтындар жеткілікті. Көлігін бүкіл қыр-сырына дейін жақсы білет, бірақ сол көлік нәсіп еткен Алла Тағаланы оншалық танымайды. Аузымен мұсылманмын деп жүріп біреудің ақысын жей салады, өтірік айта салады, уәдесін бұза салады. Сонда Алла Тағалаға деген махаббат қайда қалды? Ендеше құр ауызбен мұсылманның ісі бітпейді. Алла Тағала баршамызға шынайы махаббатқа қол жетуді жазсын. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. İman keltirgenler Allah'na elde kayda artık жақсы көреді. Бақара сүресі 165 аят. Әй Мұхаммед, оларға айт: егер сендер Алланы жақсы көрсеңдер, онда маған еріңдер. Сонда Алла сендерді сүйет және барлық күнәларыңды кешіреді. Әл-Имран сүресі 31 аят. Адам баласынан махшарда сұрау алатығын қылып жаратқандығында хәм ғадалат, хәм махаббат бар. Адам баласын құрт, құс, өзге хайуандар секілді тамақты өз басымен алғызбай, ыңғайлы екі қолды басқа қызмет еттіріп, аузына қолы ас бергенде не ішіп не жегенін білмей қалмасын деп, иісін алып ләззаттанғандай қылып, ауыз үстіне мұрынды қойып, оның үстінен тазалығын байқарлық екі көз беріп, ол көздерге нәзіктен, зарардан қорғап тұрарлық қабақ беріп, ол қабақтарды ашып жауып тұрғанда қажалмасын деп кірпік жасап, маңдай тері тура көзге ақпасын деп қаға беруге қас беріп, оның жүзіне көрік қылып, бірінің қолынан келместей істі көптесіп бітірмекке, біреуі ойын біреуіне ұқтырарлық тіліне сөз беріп жаратпақтығы махаббат емес пе? Кім өзіңе махаббат қылса, сен доған махаббат қылмағың қарыз емес пе? Махаббатпен жаратқан адамзатты, сен де сүй, ол Алланы жаннан тәтті. Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп, және хақ жолы осы деп әділетті. Осы үш сүю болады иманы гүл, иманның асылы үш деп, сен тахқиқ біл. Абай.